бесінде мамырдың қанаты қаққанбыз. Жас түлек деген кеуде кел. Қош келдіңдер. Сіздер мәнен сарқыда керемет бақытты оқушылардың кейде ағайларына бақытына бастайды. Есігіндегі жапқанбыз. Біз үшін осындай күшті оформление жасап қойыпты апай. Асыға сағына күтіпті бізді апайымыз. Күшті қараңыздаршы. Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде келістік, келсе қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Едік көргенде бұрын партаны, тақтаны көрсең қазір өзіне тартады. Әр шәкіртімнің бақыты үшін екен ғой. Аяулы ұстаз ағарған шаштың әр талы, қызығып жасыл күлгін балалық өтті білдің бе. Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде келістік, келсе қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Біздерден кейін сыныпқа кімдер кірді екен? Біз жауып кеткен сыныптың кілті кімде екен? Біз ғашық болған қыздардың аты кітаптан, соңғы бетінде әлі жазулы тұр мекен. Қызығып жасыл күлгінге, балалық өтті білдің бе. Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде келістік, келсе қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Сонау жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен тоңдық зердеме үйреткен ей қырық екі әрі. Сүр көйлек ақ пара туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүр көйлек ақ пара туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Серік қып 10 жыл пардамен тақтаны, достыққа ашты қақпаны. Ана шақтардың бәрі есте алғашқы ей махаббаттары. Сүр көйлек ақ пара туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүр көйлек
алыстық жарасушы едік бәріміз сүргөйлік ақпар түкпенен келуші түлектер 10 жылда жарасушы едік бәріміз бойжеткен қайда шашына ақпан тек жүрген тағынып әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып бойжеткен қайда шашына ақпан тек жүрген тағынып болсақ та әр үйде сендерді жүрмес алғысым шексіз. Уақыт деген шексіз ғой. 10 жыл уақыт өткенде, яғни 10 жыл күз, 10 жыл қыс, 10 жыл көктем, 10 жыл жаз өткен. Мына ұстаз үшін ең бірінші бақыт болып шәкіртінің іздеуі дейді ғой. Сол мені іздеп, тауып, осындай кездесуге шақырғандарыңызға алғысым шексіз. Табиғаттың ең бір сыйы ұстаз үшін ол шәкіртінің жүрегін тауып дейді ғой. Шәкірттің жүрегін таба білген ұстаз ол ең үлкен еңбек, ұстаздың еңбегі дейді. Сондықтан енді мына сіздерге бір айтарым, қазір жаңа әңгімелеріңізге қарап отырсаңыздар, біреуіңіз әке, біреуіңіз ана болыпсыздар. Беттеріңе қарап, бәріңіз де орындарыңыз тапқандарыңызды байқап отырмын. Мен соған риза болып отырмын, өз орындарыңыз тапқандарыңызға. Өз осы өмірден өз орындарыңызды тауып, жақсы білім алып, жақсы орналасқандарыңызға, дұрыс мамандық таңдағандарыңызға риза болып отырмын. Ол менің еңбегім ау деп ойлап, бір жағынан басқа да мұғалімдердің еңбегі бар деп ойлап отырмын. Енді сіздерден басқа класс менде болды Оралға барғанда. Бірақ мен енді оларды шығарып салғаннан кейін 2 класс шығардым Оралда. Одан кейін класс алған жоқпын. 2 класс шығарып салдым. Олар да жақсы болды, бірақ дегенмен сіздерде жақсы көрген жоқпын шынымды айтсам. Себебі білмеймін, сіздерді деген менде ана жүрегімде бір сағыныш болды. Сіздерді сағындым шынымды айтсам. Мен анда барғанда кішкене мына 2013 жылы мен кешерде әлі есімде осы ерік бар, тағы білмеймін, балдар есімде жоқ қазір. Коридорда тұр екен, мен шықсам директорға қол қойдым. Өтінішке. Мен болдым апай. Бармай-ақ қойыңызшы дедім ғой. Бармай-ақ қойыңызшы деп. Маған кәдімгідей бар, көздерінде жас. Апай. Қызым күйеуге шығайын деп жатыр дейді, қызым бар дейді, оқып отыр еді. Содан кетпеңізші апай. Bir жылға ең болмаса квартира жалдап тұрыңызшы, шай ішіп өзіңіз қалыңызшы деп кәдімгі жылады. Соны мен әлі ұмытпаймын ғой. Содан кейін жаңағы анда танысып коллективпен алғаннан кейін де мен айтып отырамын, мен сонда класс болып еді, ең күшті класс болып еді. Мен бір-екі балаға дін жайында әңгіме қылып та содан ренжіп қалып класты тапсырып тастадым. Қазір 10 класста. Содан кейін жаңағы осы балаларды ішінде ұмытқан жоқпын негізі. Бірақ енді түрлерін ұмытып қалдым да аттарын. Бір-екі оқушыны ұмытқан жоқпын. Мен Айбар, Жәнібектерді ұмытқан жоқпын. Кеше енді Жанат жазғанда Жанатты сөйлескенде соңына тіпті қайда барарымды білмедім, өзімді жерге қоямын. Содан жаңағы қызым мен жолдасым айтады, мама бар дейді, қызым айтады, қызымды білетін шығарсыздар енді бекзат мына осы мидар шаштарын көруге баратын еді ғой. Сол қызым қазір 22-де енді. Сол қызым айтады, мама бар. Енді көру бола ма, болмай ма, сондықтан башеш мама деп. Мен енді жұмыста жүрмін, отпускіге шыққан жоқпын әлі. Бірақ сонда да Жанатқа айттым енді. Рахмет апай, Алла разы болсын. Сон кеше звондағанда мен басқа шаруамен жүрмін, билет алған жоқпын, не істеймін енді дедім. Жанат, енді мен не істеймін, билет алған жоқпын пойызға деп. Сосын Дулатпен хабарласыңыз деп номерін жіберіп, сосын Дулатпен хабарластым, бірақ есіме түспейді, Дулат қандай еді. Мен онда Оралда жүрсек деп білмеймін ғой енді. Сосын Дулатпен WhatsAppпен сөйлестім, ол звондады, апай такси тауып қойдым деп. Сонымен ұйқы жоқ, таңертең 7:30-да келді такси, сонымен Дулатты үйінен алып кеттік. Сонымен келдік, Дулат екеуміз келгенше біраз әңгіме айтып келдік. Мен не айтайын, бәріңді көріп қуанып отырмын. Енді мен сіздерге айтарым, дендеріңіз сау болсын, отбасыларың аман болсын, артынан ерген ұрпақтарың ер жетіп, тек жанан жағын көрсетпесін, тек жақсы жағын ғана көрсетіп сіздерді күндеріңде қуанышты күнге толы болсын.
әрқашанда тек жарқырап жүре беріңдер. Енді мен жаңа айттым, 2015-те келіп кеттім мен, бірақ ешкімді көрген жоқпын, тек Айбатты көрдім. 2015-те машинамен келіп, тек азып-тозып келіп едік машинамен, содан ол кезде жол жаман болды, Ақтөбеден Оралға. Сосын тек ертеңіне категорияма байланысты қолымды қойдырдым да, сонымен ертеңіне қайта жолға шығып кеттік. 2015-тен кейін сол келіп тұрғаным, сыйлыққа қараймын. Оның өзіне де 5 жыл уақыт өтіпті, 5 жыл, 6 жыл өтті. Енді мен Орал қаласында жұмыс жасап жатырмын. 2 қызым Ержетті, енді үлкен қызым тұрмысқа шықты, сол оқуға сол жаққа түскесін кетіп қалдық қой біз енді. Қазір 3 жиенім бар, ол да Оралда тұрады. 2-ші қызым былтыр қызыл дипломмен бітіріп, қазір бұхалтер болып жұмыс жасайды бір тода. Жаңағы Бекзат шашын өреді деп отырғаным сол. Сол енді тұрып жатырмыз Оралда 33-ші мектепте, ет комбинаты деген районда 33-ші мектеп бар, сонда барғаннан соған кірдім, сонда жұмыс жасап жатырмын. Коллектив жақсы. Ерлан Сталевич, Розалиона деген мұғалімдер 33-те жасап, естеріңізде болса, сол кісілер менімен бірге жұмыс жасады. Розалиона пенсияға шықты осы алдыңғы жылы. Содан кейін Ерлан Сталевичте екеуі бірге магазин ашып, қазір жұмысты қойып кетті. Сол 33-те бірге жасады. Коллектив жақсы, жұмыс жасап жатыр. Дені саулығын қашан жарағанша жұмыс жасап жүрем ғой енді. Рахмет, осындай кездесуге шақырғандарыңызға ризамын. Тек аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Ал енді құрметті менің оқушыларым, кішкентай ғана 2000 жыл деп отырсыңдар, 2000 жылы мамаларының жетегінде мектеп табалдырығын аттасаңыздар. Бүгін міне неше жыл өтіп кетті уже? 21 жылдан бері 21 жыл өтіп кеткен екен. Уақыт қалай тез, уақыт деген тез зымырап кейін 10 жылдық қара кездесіп отырсыздар. Енді ең бірінші сіздерге тілерім, дендеріңіз сау болсын. Әрқайсының орны бөлек мен үшін. Әрқайсының орындары бөлек, әрқайсының бөлек бір төбесіндер. Баяғы айтатын деді ғой кісілер. Ана балам бір төбе, мына балам бір төбе деп. Соқсап сіздер әрқайсың маған жеке-жеке, әрқайсың бір төбесіндер. Мінекей бүгін сіздермен кездесіп отыр. Мына екі Ләззат апайдың ортасында тұрып. Мен қандай бақыттымын да. Ал ең бірінші дендерің сау болсын. Барлығында жаңа апай айтқан, орындарыңды тауып, осы өмірден, яғни ұлы Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіштің еңбек кетігін тапта бар қалан демекші, сіздер енді барлығыңызда осы өмірге кірпіш болып қаланып, осы Қазақстанның көркеуіне үлес қосып жатқан әрқайсысы бір азамат шығасың. Жаңағы ең бірінші классқа келді ғой, жаман класста болса кім еді қасымдағы? Салтанат екеуі келді. Мен қандай қуандым, әдейі мен 4:30-да келдім классқа. Өзім күтіп отырдым. Қазір мен осыдан неше жыл бұрын құтақандай балдарым, қазір маған міне 10 жылда, 21 жылдан кейін қазір қайтадан осы классқа кіреді деп өзім сондай бір қолды көңілмен күтіп отырдым. Классқа шығарып, менің балдарым келеді қазір. Жаманатпен Салтанат екеуі кіріп қалай күшті болды, қандай қуанышта қарсы алдым. Одан кейін бір күндеп
болсын, әр уақытта тек көрінген кезде әйтеуір мынау апайларым бізді оқытып еді деп сәлемдеріңіз болса, соның өзі бізге үлкен қуаныш, үлкен мәртебе. Рахмет сізге тағы да. Осындай қуанышты сәттер көп болсын. Әр уақытта тек жақсылықта, қуанышта кездесіп жүре беріңіздер. Тек сіздерге жақсылық тілеймін. Әр уақытта тек қуанышты күндеріңіз көп болсын. Өте қуаныштымын, құрметті менің сүйікті оқушыларым. Сіздер ең керемет класс болдыңдар. Оны кереметтігі арамызда спортшы да отыр, мінекей. Блогер де отыр, осы жерде көпшілігі мұғалім. Енді блогер деген жақсы ғой, біздің деген осы жақсы істеріміздің бәрін ертең танытып, ой, менің классымдарым қандай деп. Осылай кездесіп едік деген сияқты бір жақсы пікірде боласыздар. Жақсы енді, осылай аманшылықта, саушылықта кездесіңіздер. Рахмет сіздерге көп көп. ауылдық өмір кезінде біздің пәннен алғашқы почти шеттерімізге ләззат апайымызға келген кезде мен болмасам да енді басқа жақта болдым. Құттықтау сөздеріңізге. Мына құрметті оқушылар, не биыл 10 жыл болды, барлықтарыңды жинап, өте қуанышты болып отырмын мен. Жаңа 31 күні Астанаға жол жүріп кетіп едім ғой, сол Астанаға кетіп келе жатқанда жаңа Хантауға жақтап қалып, Жанат звондады маған, апай, мен Жанатты бірден таныдым, Жанат деген, иә деп сосын ойладым, Қызыласындағы Жанат болып маған звондап отыр екен деп, сөйтіп жиналып жатырмыз біздер деп, келесіз ғой деп бірден иә дедім. Себебі жаңа сет дұрыстамады, Хантауға қараса деп хабарласып, бұйыртса барамын деп, өте қатты қуанып кеттім мен де. Мен ойладым, мыналар үйреткенімізді не істеп, есейіп, 10 жылдықтарын жиналайын дейін, жаңа басқа класстар жиналып жатқанда ойлайсыз ғой, біздің балалар неге жиналмайды екен осылай деп. Сонда өте қуанып, өте қатты қуандым. Жаңа медет жоқ күйме айтамын, сөйтіп жиналып жатыр балалар, мен барғым келеді. Сол күймеді. Сен әлі менен сұранбайсың ба? Айтамын, жоқ, мен сенен сұранбаймын дедім. Мен балаларым жиналып жатқанда мен сенен сұранбаймын, мен барамын бәрібір. Қалай болса да деп сонымен айтып келдім. Енді өте қуаныштымын. Енді сіздерді ең алғаш жаңағы мектепке ұстаз болып келгенде ең алғашқы үміткер сіздер. Ол кезде жаңа Ләззат апай келе жатқан кезі жас маманмын ғой, енді өздеріңізге жас маман болып келгенде өте қиын болды. Сонда маған айтты, осы класты аласың деп. Содан жақсы деп енді шегінетін жоқ қой, алдым. Ол кезде енді Жәнібекпен біздің мектептің жұмыстары содан мен есейіп, жетіп, класста 20 оқушы болдым да, иә. Сонда әлі күнге дейін жаңа ордаға ағай осы күнге дейін айтып келеді, сенің классыңда айналайын, сонда айтамын ғой, неге десем, ұбт-дан жаңағы жарты класс бармай қалып, бірақ басқа класқа қарағанда ең жоғары бала оқиды осылар. Әсіресе математикадан. Иә, жоғары содан ордаға ағай маңдай сондай болды, әлі күнге дейін айтады. Сонда ғана бәрі шашап, осы класстан шашадың сен көрсің, шашадың сен көрсің деп шығатын еді. Енді А классы енді керемет болады, аман есендер ғой. Ә классы енді ол Күйсенгүл апайдың классы, енді екінші класс кірді. Бір классы Алмагүл апай жаңа Тимурлар, бір классы жаңа біздікілер оқымай Жәнібектер деген тентектер, Самұраттар деген коридорда деген ана қыздардың қасқа есін тандырады жаңа. Сөйтіп әйтеуір мектепті бітірдік, ол класты 4 класс бітірдік. Бейсенбек апай бар, Жанат апай бар, Көксібаева, Алмагүл апай бітірдік. Өте қуанышты. Ең алғашқы ұстаздық жолымды сендермен бастап, ең алғашқы түлектерім сіздер енді құтты классыздар. Және де сендермен бірге мен де текірек келгенмін, естеріңде бар ма? Апаймен бір қыз болып қойсын деп алады ғой. Сосын да декретте отырғанда да іздеп келгендер естерінде ма, үйге келіп босанып отырғанда. Содан кейін түрде деген қайтадан жұмысқа шығып, қайтадан жаңа бітіретін классты берді. Лаура апайдың классы Евкусимова. Біржандарды, айбат білетін шығарсыздар, Біржандарды берді. Ол да енді жақсы класс болды. Содан олар екінші түлектері келесі жылы аман болса, олар да 10 жылдыққа жиналамыз, жаңа айтамын ғой, олар көрем, жиі көрем, айтамын. Мен алғашқы түлектер жиналып жатыр ал. Апай бізде жиналамыз ғой деп, ол және маған родной дейді. Білмеймін, баяғыдан родной дейді. Иә, әлі родной дейді, білмеймін. Мейрамбектер енді, сол қан керек, Мейрамбек есіме түсті.
91 жыл біздің дос бала ғой. Жоқ. апай дейді. Манастармен Өзімен оқыды. бірге коллега қазір, бірақ әлі күнге дейін апайым, менің апайым деп мектепте жүрсем де әйтеуір міндетті түрде құттықтап келіп, сол мейрамбек сендермен мүмкін 9-да Жоқ, бітіріп кетті ма деп ойладым да. Біздің қасымыздағы кабинетте оқыды ғой. Қасымыздағы кабинетте оқыды ғой. 21 жыл. Әлі менің апайым деп әлі солай жүреді. Не әріптес ретінде ешқашан қараған жоқ. Әлі апайым дегенде қуанамыз ғой. Содан жаңағы 4-ші мектепке ауыстық қой. Енді біз сондай кезде бір жұмыс істедік па, жаңағы мен келгенде жаңағы есен жолдар болып, жаңағы 11-ші Б классы ма, олар деген жынды мектеп, жынды балдар болып кетті. Иә. Сол жаңағы 4-ші мектепке ауысқаннан кейін ояқтың балдары тыныш болды да, сосын жаңағы анаяқтың апайларына айтамын ғой. Үштерін сап көрдім, бір жынды балдар болса да, сондай не адамгершілігі мол балдар, есен жолдар әлі күнге дейін амандасып көшеге тұрғызып алып. Мен айтамын, мына мектептің балдары қызы тентек болса да, андай деке адамға қарағанда деген. Сонда да жаңағы 4-ке барсам да 3 деп жүретін, сонда апайлар ұрсады, сен қазір 4-тесің, болды 3-ті ұмыт деп мен айтамын, жоқ 3-те мен жаңағы ұстаздық жолымды бастағансың, әлі де ыстық деп. Міне бүгін жиналып жатсыздар, есейіп жатсыздар, өте қуаныштымын. Осылай тек бастадым, аман болып, жинала беріңіздер. Екінші планға кетті. Не тілеймін, денсаулықтарың мықты болып, осылай аман есен жүре беріңіздер. Ал рахмет, Ләззат апай, сізді көргенімізге де өте қуаныштымыз. Кеше Жанат айтқандай өте қуандым, Ләззат апай Оралдан келатыр. Мен қандай керемет. Сол, ал балдар, сіздерге мың алғыс. Ғана шәкіртсіз ұстаз көп дейді ғой. Сондықтан да осындай шәкірттеріміз аман есен жүре берсін. Сіздердің әулетшілеріңіз болып отыра берейік. Мұндай жағдай бола бермейді. Бір себеппен кездесіп қалып жатырмыз. Апайларымызға рахмет айтамын үлкен. Гүлмира апайымызға бізді енді кішкентайымызда қалам ұстатып, әліппені үйретіп, үлкен өмірге бастап, көп еңбектенді. Біз үшін бізге үлкен рахмет айтамын Гүлмира апай. Одан кейін Қуанышалиева Ләззат апайымызға орта буынға келіп, үлкен үлкейіп кеткенше, енді бестеген орта буын болады ғой. Орта буыннан сол есейген шаққа дейін бізді қолдап, білімін үйретіп, көп еңбектенгені үшін сізге де үлкен рахмет айтамын. Одан кейін есейіп бізді аяқтатқан Ләззат апайымызға да рахмет айтамын үлкен. Енді есейген шақта енді андай тыңдамай, көбісі қиындайды ғой енді оқушылар жұмыс істеу. Сол кезде бәріне шыдап бізге біліміңізді үйретіп, қолдадыңыз бізді бәрімізді. Сізге де үлкен рахмет айтамын Ләззат апай. Ал ұстаздарыма, класстастарыма барлығы жақсылық тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын, жақындарыңыз аман болсын, сонда көрсетсек. Бәріміз сіздерге жетістікке жетіп, жақсылық тілеймін бәріне. Рахмет айтқан. Құрметті класстастар, апайлар, сіздерді көргеніме қуаныштымын, класстастарымды көргеніме қуаныштымын. 25 май күні, соңғы қоңырау күні осысын аңсағанға звондаймын. Аңсаған қалайсыз, мен жаңағы класстастардың чатында жоқпын, не деп жатыр, жиналып істеп жатыр ма 10 жылдыққа деп. Аңсаған айтып жатыр, жоқ ешқандай ештеңе айтып жатқан жоқ, тыныш деп. Мен айтамын, 10 жылдық қой, өзіне ұйымдастыру керек сияқты деп. Сосын енді осы жақында Жанат звондап, сөйтіп 10 жылдыққа жиналайын деп жатыр, кел деп. Мен айтамын, суббота күні енді жұмыстамын, бірақ келуге тырысамын деп. Сонымен кеше келетін болып, әйтеуір рахмет, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Апайлар, сіздерге де көп рахмет. Не айтамын? Талай қызықтар болды ғой енді. Мектепте 11 жыл бірге оқыдық. Ләззат апай баяғыда бізге көп ұрсатын еді. Айжанға, маған әсіресе. Үйлеріңде жаңағы бастарың бар, оқисыңдар, неге сабақ оқымайсыңдар деп, үйлеріңде өздеріңсіңдер деп ұрсады әйтеуір. Ләззат апай. Дұрыс. Сол барлықтарыңызды жақсылық тілеймін, жұмыстарыңызда жемісті болыңыздар. Бала шағаларыңыз аман болсын. Өстіп кездесіп тұрайық, 10 жылдық, 20 жылдық.
дұрыс дұрыс. Не? Kendinizi bak, kayda, dasta, осы Волга деген жүріп кетіп тұтақ, бір күн боласақ та, сіздер 20 жылға жетейік, сіз 50 жыл 60 жылға жетейік. Былтыр 2019-да үйде той болып, кафеде той болғанда мен шақыратын, томалар болды да, шақырып дейді. Енді бір 5 жылдықта болатын, 5 жыл болғанда шақырамыз. Рахмет. Аман болса. Жақында бір жыл болады екен. Осы мен бағын тастасын. Аман сен келесі жылға 20 жыл 30 жылға жете берек. Аумин, рахмет. Аумин. Ой, думан, рахмет. Рахмет. Құрметті әжей апайлар, тұмантайдың қаншетекші болған апайлар, қастастары бар. Барлықтарыңызға биылғы келбетқа сіздердің 10 жылдықтарыңыз құтты болсын деймін. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Қазіргі елдегі жағдайдан аман есен барлығымыз аман есен өтейік. Ең бастысы деніміздің саулығы. Деніміз сау болып, үй ішіміз аман болып, үйде үлкендеріміз аман болып, тойлап жүре берейік деймін. Апайларға көп алғыс айтамын. Сіздердің яғни биыл 10 жыл отырып жатқан тірліктеріңіздің еңбектеріңіз өте зор. Мен өзім де мұғаліммін. Физика пәні мұғалімімін. Қазіргі таңда сіздер бітірген жаңағы 3-ші қазақ алға орта мектебінде биыл жұмыс жасап жатырмын. 1-ші жылымды аяқтап жатырмын. Жаңа бастауышта апай айтып жатыр, әріптес екенбіз. Енді мен онлайнда болдым. 4-ші тоқсанда ғана мектепке қосылдым. Менің жаратылыстану пәні мамандығым бойынша 4-ші тоқсанда қосылдым. Сондықтан да мен әлі әріптестерімді толық 100% танымаймын. Оның ішінде тем более бастауыш білесін алмаймын. Енді көргенде апай сізбен амандасып жүремін. Әріптесім екенсіз, өте қуаныштымын танысқаныма. Одан кейін 9-ші класс бітірген, 11-ші класс бітірген апайлардан да рахмет айтамын. Сіздердің барлықтарыңыз еңбектеріңіз зор, орындарыңыз ерекше. Өстіп сіздерді еске алып, шақырып атқан осындай керемет тастарыңыз, түлектеріңіз бар болғанына Аллаға мыңдай шүкір, жаңа қуанып жатырсыздар. Жан-жақта жүрсеңіздер де қазіргі таңда жиналып өте қиын, бастары қосылып, жиналып, жақсылап тойлап жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Думантай бірінші өзім барам дейді да маған. Өйткені бәрі үйленген, бәрі күйеуге шыққан жұбайларсыз келеді дейді да. Сосын мен қызық болып қарап тұрсам, қайтып кетіп мен айтамын бірге барамыз. Мен барған ойнап айтамын дейді да. Сосын мен айтып, мен барғанда да сен класстастарың танымағансың деп, сен өзің 8-9 жастан бастап келгенсің, әрі бастауыш неден бері оқымағансың деп қызықта болар. Әр жағын 2 жылдық қой. Мен бармай ақ қояйын, сен өзің бітіргеннен кейін бара бер, онда тұрған ешнәрсе жоқ деп айтып жатыр ғой. Оған үйдегі рұқсат берген жоқ. Бірге барасыңдар, жұрттарыңыз ұнасын, таныс, білесіз. Өте қуаныштымын осындай керемет класстастар барына, барлықтарыңыздың аттарыңызды толық білмесем де, алғада тұрып жатса, мен амандасып жүремін деп ойлаймын. Барлықтарыңызға тек дендеріңіз сау болсын, деп қуаныш тойлап кездесе берейік. Көп-көп рахмет. Кіре беріңіздер. Біздің мектеп қой оқушыларым, сіздерге арналған торт. Яғни өмірлеріңіз осы торттай дәмді болсын. Әрқашан тек жақсылықта кездесіп жүре берейік. Бәріміз де Алланың рахмет. Кондитер Султанға заказ беруге болады екен ғой, жасаймыз. Любой торт жасаймыз. Ақтөбеде. Ақтөбеде қай жерінде? Өзім үйде жасаймын. апайка асықпай шай ішуді айтасыздар қазір. Апай сөйлейін тұра сөзін ұмытып қалма.
не бар блогер бар дамытасыздар кондитерский бар О, қандай күшті. әке давай Апайлар торт жақсы не бар блогер бар дамытасыздар қандай күшті. әке давай Апайлар бірінші школа сіздерден кетті ғой енді көргенде қуаныштымыз енді сізді оралда іздеп едік кездесіп алмадық айбат екеуміз жақсы болып келгендеріңізге рахмет сіздердің біздің жанатқа старостаға ұйымдастырыватқанға молодец организованность көрсетіп әйтеуір бәрі кездесіп алмаймыз деп ойлап едік бір-бірімізге жақсы сізді көріп болады біраз жинап сол бәріне рахмет естірайық дальше поход болса поход Группадан шығу жоғынан да қойшы. поход болады басқа салса да беріп қалмайды ғой әйтеуір молодец рахметім ұстаздарым қош келдіңіздер жеңіла деп алай мұғалім болдым қайтқан дейін берірсің молодец в общем не ғой рахмет келгендеріңізге біздің арамызда осындай біздің жетістіктеріміз сіздердің арқаларыңыз кішкентайымыздан әйтеуір әріп танытып оны жазғызып одан ары қарай бізге жол көрсеткен өздеріңіз сіздерге тек ақ жол назарында жүре беріңіздер осы бізде тек соңғы кездесу болмасын алдағы да кездесуде кездесе берейік сол айтар тілегім сіздерге де жиналған дегенде жиналыңдаршы не шыны керек біз ұйықталған жоқпыз андай енді апай келетін деген соң вообще енді оралдан келетін деген соң вообще бір андай қорқыныш болып қазір ешкім келмей қалса бәрін апайлар шақырып қойдық ұят болады деп бәрін жаздық уже угроза да кетті дарханға айтып келмесең таяқ жейсіңдер қытай дархан деп ойлағанмын қайдан әйтеуір келгендеріне қуанып жатырмын әйтеуір көп заттар ностальгия дей ма жаңағы мектептің алдына келіп есіме түсіп жатыр да бәрі енді жыладым деп айтпаймын жылағым келді шамалы қиындау екен уже мектептен кейін андай өмір бастаған өте қиын анда-санда қайтып неге сол кезде асықтым деймін да өзіме қашан бітіремін екен деп айтатын едім негізі осы мектепті бекерге айтқаным әйтеуір рахмет сіздерге көп сендер сау болсын сендерге де класстастарым аман болыңдар сау болыңдар осылай жиында кездесе берейік бәріміз папа мама болып отырмыз бәріміз екі-үш бала бекте болсын бәріне жақсылық тілеймін ауырмаңдар бақытты болыңдар менде бәрі общий рахмет айтқаныңызға жылдық аз уақытымызда құлап көрсетіп жатқан біршама заттар өтеді ойбасы басқа не айтамыз отбасымыз болса дальше жалғаса берсін енді келесі жиырмалықты бәрі көзге жиналып жауап берушілеріміз отбасынан амандық қуаныш ұстаздар класстастарым сіздерге осылай 10 жылдыққа шақырып жатқандарыңызға көп рахмет алланың нұры жаусын самрат жанатта да сіздерге көп рахмет осы группаны шулатып қайдасыңдар келіңдер деп шақырып бәріміз жатқанда енді осындай ағдасарханда басымыз қосыла берсін осымен қалай енді осымен бітіп қалмайды ғой ары қарай жалғасады өмір тағы да үйленбегендеріміз бар тойға шақырып бір-бірімізді үйленгендеріміз енді қалай тағы бір шілдехана сондай бала шағаның сондайларға шақырып
думанға ор тигізіп отырсың ғой ауыр емес бұйыртса болады бәрі. да бұйырса бәрі де бола жатар енді құдай қаласа. Сіздерге тағы да көп рахмет, Жанат, саған да рахмет. Группаны шолғатып осылай іздеп, кім қайда жүр деп. Енді жүзімізден күлкі кетпей, әрқашанда осылай ағда-сарқанда кездесе берейік. Ата-анамыз аман болсын біріншіден. Ұстаздар, сіздер аман болыңыздар. Не деймін, келесі салтанатты беремін сөзге. Қош келдіңіздер. Осындай дастарханда кездесе берейік. Осындай дастарханда әркім үйінде көп бола берсін. Деп карантиніміз өтіп, аман сені арқайын жүріп. Дендеріңіз сау болсын. Сіздер жақсы болса, бәріміз де жақсы болады. Бәріне де бақытты денсаулық тілеймін. Ауырмай. Осындай дастарханда кездесе берейік. 20 жыл, 30 жыл кездесе берейік. Вообще осы Тамдыда амбулаторияда медсестра жұмысы. Медсестра? Қош. Молодец. Кәсібім бар. Кезінде оқымап едік. Басымызға тиіп оқымап едік. Қалай медсестра оқимын өзім де сүймейміз. Әйтеуір бара-бара үйренеткенсің. Бәрін де көресің. Өмірдің нағады. Сол айтам, иә. Молодец. Әйтеуір көресің бәрін де. Укол салмайтын едік. Оларда үйрендік. Қолымыз армай қорқып. Әйтеуір соғана жеттік. Шүкір әйтеуір болады. Әйтеуір рахмет сіздерге әйтеуір. Оқымасақ әйтеуір осы медсестралыққа. Әйтеуір мұғалім болмасақ та медсестралыққа. Мамасы сөйлеген помню, моя примерно как помню, мамасы ауылы. Мамасы. Бізді білім нәрмен сұндатқан ұстаздар, сыныптастарым осы кезінде қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме қатты қуаныштымын. Бәрі көбісінен 10 жылдан бері көріп тұрмын, шынымды айтсам. Жанатты көремін, Самратты күнде көремін сырақ. Думан көріп тұрамын арасында. Қуаныштымын енді бәріміз бір-бір саланың мамандарымызды, біріміз ұстаз, біріміз медбике, біріміз спорт жағынан өте қуаныштымын. Мен өзім мұғаліммін, қазақ тілі әдебиетінен беремін. Өзім де классым бар, 9 бітіріп жатыр биыл. Жас түлектер кететіндері бар, қалатындар бар. Сол қыздар кістер биыл қиын болды классымен. Жанат маған звондайды, ой, келін істейміз. Мен айтамын, ренжеш, қолым тимейді, аттестат, экзамен деп. Қолым тимейді, осы кеше келдім өзімде осы жаққа. Сол әрбірінің үйіңізде осындай береке, бақыт, шаттық болсын. Әрдайым осылай қуаныштарда кездесе берейік. Рахмет, көп-көп. Политик көреді да сразу. Қош келіп жатсыздар. Қуаныштымын. Жұмыста едім, негізі үлгермеймін шығар деп кәдімгідей асықтан келгенше кеше келдім жұмыстан. Барлықтарыңызды көріп өте қуаныштымын. Біраз жол болды, негізі алғада болсам да ешкімді көрмейді екен. Көбіне жұмыста болғасын. Қалиевамен кездесесің ғой? Көбіне Қалиевамен жақсы араласам. Мектептен құрбымыз ғой екеуміз, әрі де жаңағы сыйластығымыз мол, екеуміз жақсы араласамыз. Айтайын, жүздеріңізде күлкі кетпесін. Жұмыстарымыз тек табысты болып, тек балапандарымыздың қызығына тоймай жүре берейік. 2000 жылы өзіміз жаңа мамаларымызды етегін ұстап мектеп табалдырығын аттасақ, қазіргі таңда өзіміз балдарымызды жетектеп мектеп бітіріп жатырмыз. Осындай қуанышқа тек жете берейік. Тек аман болыңыздар, сау болыңыздар, тек осындай кең дастарханда, тек қуанышта кездесіп жүре берейік. Аумин. Рахмет бәріңізге. Ұйымдастырған енді Жанат қой, всегда. Жұмыстан көркем қайдасың, жауабын айтып, мен жұмыстамын, сосын хабар болсын деп. Үнемі жаңа артқа шегіндіріп қоямын. Не болса да үлгердім, үлгергенім қуаныштымын. Онына дейін кездесіп қаларыма деп жаным шығып, жұмыста жүрсің деп уайымдап шығып Құрметті ұстаздар, қымбатты кластастарым, 10 жылдарыңыз құтты болсын барлықтарыңызға. Сіздерді көргенде өте қуаныштымын. Әсіресе Ләззат апайды көргенде қуаныштымын. Барлықтарыңызға денсаулық, бақыт, бауырларыңыз бүтін, отбасыларыңыз аман болсын. Осындай қуанышты сәттерде кездесіп тұра берейік. 10 жылдық емес, 11 жылдық, 12 жылдық, 13 жылдық деп жыл сайын сіздермен кездесе берейік. Мен енді 11 бітіре салып, енді осы класстағы алысқа кеткен мен ұстазым. Алматыға
благодарение нет. Оқыдым. Содан кейін тағдырдың арбауымен Тағдырын жазғанымен тағдырдың жазғанымен қайтадан енді осы алғаға тұрмысқа шығып осы жақта тұрып жатырмын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сол үшін алып қойыңыздар деп. Сіздерге енді көп рахмет. Бүгіннен бастап осылай бізді аяққа тұрғызып білім беріп бергендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызға сіздер отбасыларына аман тілеймін. Кішкентай балалар тек қана бақытты балалық болсын, тек қана көз қуаныштар мұқағандарына көбінеп жүре берсін. Осылай достығымыз ажырамас, ата-дастархан басына кездесіп жүрейік. Сол үшін Ал құрметті кластастар, сыныптастар, ұстаздарымыз, Ләззат апай, Гүлмира апай, Ләззат апай сөйледі. Сіздерге көп рахмет, алла разы болсын. Осылай алыстан Ләззат апай алыстан келіп жатыр, Орал қаласынан көп рахмет сізге. Болат екеуміз келіп жатсыздар. Алла разы болсын. Осылай кластастар көргеніме қуаныштымын. Кеше ғана бітірген сәттен 10 жыл өтіп кетті. Апай уже бір жасқа барғанымыз 21 жыл өтіп кетті. Көз ашып жұмғанша. Не дейміз, барлығыңызға көп рахмет, алла разы болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Бауырларыңыз бүтін болсын. Жаман індеттен аман болыңыздар. Не үшін айтайын осы, Ләззат апай көргенде бір қуанып қалдым, көп болады кәдімгідей. 11 жылда оқып, 2010-да кетіп қалды Ләззат апай. Құдай көріп тұрған көп рахмет сізге келгеніңізге. Басқа да кластастар, қыздар, балалар көп рахмет сіздерге. Бір-біріміз көп қуанып жатыр. Баяғы болған заттар еске алып, сол кезде бір қызық қорқыныш заттар ғой, қазір айтсам күлкілі енді. Сол кезде күлкілі болған жоқ. Сол ғой. Рахмет сіздерге көп болса келген. Әрдайым басымыз болса жиналып отырайық. Ең бірінші мен Жанат пен кімге көп рахмет. Алла разы болсын сіздерге осылай ұйымдастырып, қазіргі заманда бір-бірінің басын қосмай емес, жан-жақтан звондап, мен ойлаймын бір алға уақытта бір 5-6 адам ғана боламыз ба, апайлардан жас болатын шығар деп, бір ғана столмен отыратын шығармыз деп ойладым. Барлығы келді, көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Және де осылай жаңағы не дейді ғой, ұстазсыз ешкім ештеңе ете алмайды да, ең бірінші ұстаз ғой бірінші. Әрбір адамның өзінің ұстазы болу керек та. Сіздерге көп рахмет осылай әріп танытып үйреткеніңізге көп рахмет сізге. Осы апайлар сіздерден осы отқан балалардың атынан өзім сөйлейін деп едім ғой. Сіздерге айтайын дегенім, осы 11 жыл бойы шақшағымды ағартқан болса кешірім сұраймыз. Тентек болса болған шығарымыз енді. Енді денсаулықтарыңызды қайтарып бере алмаймын, бірақ кешірім сұрап отырмын сіздерден. Шақыртқан шығармын. Соңында Ләззат апайдан сұраймын, апай кетпей қойыңызшы. Болды, шыдамым таусылды. Шақырттық, апай енді соламаймыз, апай енді нормально боламыз деп қойым. Жоқ, кету керек, қызым айтып жатыр. Апайға айтам, апай қызыңыз кетеді по-любому. Қалыңшы жалғап естейсіз. Жоқ, қызым айтып жатыр, кету керек болып жатыр дейді. Сондай болған шығар енді сол. Балалық қой енді қазір енді сол кезде енді не ғой енді. Дұрыс. Гиперактивный. Сол кезде балалық қой енді бәрін білмейміз. Қазір есіге жинағаннан кейін сол енді. Айтсаң қызық бір түрлі. Сол ғой енді. Сол енді не болса айып етпеңіздер, кешірім сұраймын сіздерге басқа сыныптың атынан. Жоқ, апайлар рахмет сіздерге. күшті, аман есен. Рахмет сіздерге. Сол апайларым рахмет сіздерге, білім бердіңіздер. Балалық әлі кішкентай кезде мен кішкентай болдым ба, сабақ дұрыс оқи алмадым ба, жете алмай. Әйтеуір апай сізге рахмет, апай сізде жүрегімде үлкен орын алдыңыз. Ләззат апай сізді кәдімгі сағындық, іздедік, барынша Оралда оқыдық. Аллаға шүкір, үлкендеріміз сіздер аман болдыңыздар. Қазір бізге сабақ берсеңіз, қазір менің балам 3-ші мектепте 2-ші классқа барып жатыр. Апай сіз не білесіз ба, мұғалімсіз ба? Жоқ. Білмейді, даже қай
Кім итермелеген сұрамайсың ба? Кім үгіз насихат жүруге сұрамайсың ба? Не, апай кететін болды, апай кетіп қалды. Негізі бар ғой вообще апай. Вообще ана негізі дұрыс өлген жоқ. Әділ болған жоқ. Шынында ғой. Адамды не қылдырып жүрді ғой вообще. Беспонтовый болып кетті. Непонятно. Бірақ қанша бұл жүрсе де ол жаңағы ағыласы жиналды барған жоқ бар ғой. Бармай ол жаққа келдім. Олар жиналып тастады барған. Бірақ все-таки Алиойдан келсең бар ғой жақын бар. Жаққа келіп отқан. Сіздің своих шпион. Сіздің сен істеусің. Жәнібек, Самрат, часто бір-біріне хабарласып алғадамыздар, ауырмаңыздар, бәріңізге рахмет, Жанат саған үлкен рахмет, Самрат жақсы, ауырмаңыздар сіздің бәріне, сендерге рахмет сол қыздар, Сапай жақсы рахмет, сіздерге Алладан қайтсын, үлкен білімдеріңізді арамызда мұғалімдер болып кеткен ғой классымызда мұғалім болады деп вообще ойламадым. Жартысы мұғалім болып тұр. Иә, жартысы мұғалім. Почти бәрі. Қазір біздің поколение енді өсіп келе жатыр ғой. Аллаға шүкір, қайда барсаң да өзіміздің құрдастарымызды көреміз көп жерде. Жастар шамалы көзі ашық. Апайлар наоборот оны дұрыстау керек, наоборот оған көңіл өте жақсы болу керек. Қазір потому что еврейлердің нелері жаңағыдай кішкентай балдарымыз болма, былай айтқанда жаңағыдай ЛГБТ дейді ғой, жаңағыдай феминизм деген сияқты, наоборот кішкентай балдардың патриотизмге деңгейге деген қатты. Апайлар сол жағынан наоборот жақсы көзқарас салуынан әрқашанда. Потому что ертең елімізде қорғайтын первую очередь бізде, ертең ана елдің құттай болғандар олар айта алмаймын. Сол апай. Спасибо. Берейін десеңдер берейік. Тоймен қабаттасып Ал құрметті бүгінгі тойшы қауым, мінекей 10 жылдықтарымыз барлықтарымызға да құтты болсын. Ең бірінші осы үш төрде отырған класс жетекшілерімізге, ұстаздарымызға, аяулы ұстаздарымызға үлкен алғыстарымызды айтамыз. Басымызды иіп, осы класстың атынан сіздерге көп рахмет айтамын. Және де әрбірінің жасаған кемшіліктері болса, нешкен жерлері болса, солардың атынан мен де кешірім сұраймын. Және де бірінші бізді ең басында әріп танымаймыз, сан танымаймыз, жазу білмейміз. Сол кезде бізді ең басында бізді өзінің кішкентай кезінен бізден бастап Гүлмира апай бізге сабақ беріп, ол кезде барлық сабақтан береді ғой, қазақ тілі, жаңағы бірінші сабақтан береді. Апайдың несімен барлығын оқып үйрендік, кішкентай болдық. Есімде апаймен әлі мектептен қайтып бара жатқан кезде барлық мұғалімдерім манағыдай амандасам, апай неге барлығын танисың ба дейді, мен айтамын, жоқ танымаймын деп айтады. Танымайтындардың барлығымен амандасып қайт олай деп. Күнде көбінесе бірге қайтатынбыз сабақтан, базардың бойымен бірге қайтатынбыз, сол кезде көбіне апаймен бірге қайтатынбыз. Сіздің еңбегіңіз осы әрбір оқушыға кірпіш болып, неге өмірге кірпіш болып қалап жатыр. Сіздердің арқаларыңыз. Сондықтан сіздерге көп алғыс айтамыз. Одан кейін біз орта буынға келген кезде, бастауыш сыныпты бітіріп, орта буынға келген кезде бізді бастап біздер кішкентай неде оқыдық, мектепте оқыдық, одан кейін бастау көрген кезде жаңағы мектепке, үлкен мектепке, шын мектепке қызатымыз, қашан барамыз, қашан көреміз деп үлкен бастарға үйретеміз. Біздің мектепке келген кезде Әстапайдың қасына келіп, үлкен ана 10-11-лер үлкен класс болып көрінеді ғой, біздің жас жаңадан келіп жатырмыз, бастауыш бітіріп, көзіміз жәутеңдеп бәріне қарап, сөйтіп келіп жатқан кезімізде Әстапайдың несіне классына келіп, Әстапай бізге қандай 5 жыл бойы бізді өз қамқорлығына алып, барлық жағымыздан кемшілігімізді кешіріп, жақсы жағымызды асырап айтып отырып, осылай сабақтан білім беріп, барлық жағынан алып жүруге тырысты. Енді берген білімдеріңізден бөлек тәрбиелеп те жатсыздар.
әке шешемізге біз сүйегі әке шешеміздікі болғанымен біздің етіміз сіздердікі. Өйткені бір анамыз жаңағы өзіміздің әке шешеміз болса, бір әке шешелеріміз осы сіздер және де мектеп біздің екінші үйіміз, сіздер біздердің екінші анамызсыздар. Сондықтан әрбіріміздің орындарымыз бөлек. Негізі осы кездесуді ұйымдастыратын кезде барлық пән мұғалімдерді шақырамыз деп ойлағанбыз. Дегенмен енді бұйырғаны осы екен, осы кездесудің өзіне де ризамын. Қаншама күннен бері уайымдап, осыны енді ренжіткен шығармын, барлықтарыңызды айқайлап. Енді одан кейін 11-де не біліп айтып отыр ғой, жарқым аман-есен Айбат, аман-есен, одан кейін мен кеттім, Мария мен Балза кетті, оларда жоқ. Мына жерде 10 жасқа келген кезде бөліп жіберіп, сол мысалы бізде қалған оқушыларға көп білінбеген шығар, біздер кеткеннен кейін өзіміздің жүрегімізде қалып қойды. Классымызда сағынамыз, перемен сайын барып тұрамыз, өзіміздің немізде қалып қойды, өзімізге ыстық болды. Енді барымызша осы ұйымдастырып отырғанымыздың арқасында сол бір-бірімізге деген сағыныш деп ойлаймын, сыйластық деп ойлаймын. Осылай шақырған кезде сіздерде қалмай уақыттарыңызды, алдындай уақыттарыңызды бөліп келе жатқандарыңызға көп рахмет. Және де осы міне бөліп кеткеннен кейін басқа класспен барлығы аралас болған кезде мінекей Ләззат апай біздің классқа класс жетекшілік етті. Біз келіп тұрдық переменде. Бұл кісі біздіге маған Айбат пен аман-есен класс жетекшілік етпесе де сізді сырттай білеміз, 2 жыл сізді ұйымдастырғаныңыз есімде. Одан кейін осы класты барынша енді оқуды тапсыратын кезде, қиын кезде барынша алып шыққаныңызға көп рахметімізді айтамыз. Ал енді құрметті біздің класстастар, барлықтарыңызды мінекей көргеніме өте қуаныштымын. Сағынғаным рас, Жәнібек айтады, 10 жыл болып кездесіңдерсіңдер, бір-бірін сағынғандар, сол ма неге ұрсыватсыңдар деп айтады. Мен айтамын, барынша енді кездесіп, сендерді қатты айтпаса, сендер ана шаруа, мына шаруа деп жүре бересіңдер. 10 жылдық дейтін енді орны бөлек нәрсе ғой, анау-мынау кездесу емес, 20 жылдыққа дейін кім бар, кім жоқ, барымызша кездесейік, сыйластығымыз болсын деп солай енді барлықтарыңызға барлық батырып айтып жатсам кешіріңіздер. Әркімнің семейный жағдайлары әртүрлі, жаңағыдай енді барынша жинауға тырыстым. Келгені 20 шақты болғанымызға да шүкір. Бұйырса 20 жылдыққа, 30 жылдыққа осылай жинала берейік. Келеміз дегенде постоянно Жәнібек бар, Самрат бар, қалмай келетін Дархан бар. Барынша енді осылай келгендеріңізге көп рахмет. Енді мен өзім тұрмысқа шығатын кезде аяқ астынан жаңағыдай апайлар ренжіп жатыр ғой, ренжіп қалуы мүмкін, білмейді ғой состояние. Мен дейтін, тұрмысқа шығатын кезде негізі ойлаған бүкіл классты шақырамын, мұғалімдерімді шақырамын деп, онымен бір сәт той жасаймын, бір сәт той жасамаймын деп жүрген кезде аяқ астынан 2-3 күн қалғанда той жасадым. Әйгерім келді, Жадыра келді, Амиржан келді, бәрін шақырдым, бірақ аяқ астынан шақырдым. Мұғалімдерді шақырып үлгерген жоқпын, Гүлназия апай тамады болды мысалы. Жоқ, 3 адам келді деп тұрмын ғой класстан. Сол аяқ астынан жасадым, сонымен бәрі де келгені сол болды. Енді осы класстастардың атынан сіздерге бір сыйлығымыз бар. Мына торттан бөлек, енді тортты именной қылып сіздерге осылай жаңағы естеріңізде қалсын деп енді не істеп жатырмын. Және де міне барлықтарыңызда бірдей эмблема, ол да бір естелік болып қалсын. Винетикаларыңыздың қасына суреттерін, альбомдарыңыздың қасына қойып қойыңыздар. 20 жылдықта аман-есен кездесуді жазсын. Және де сіздерге мінекей осы ерен еңбектеріңіз үшін алғысымызды айта отыра бастағымыз келеді. Ағымайға Гүлмира апайға жа. Именовой. Апай, былай бұрыңыз. Дархан кадрға кіріп кетті. Қазір мына осы екінші апайға бересің апайға. Ләззат апайға. Одан кейін 9 жастап біткен 9 бал деп жүрген Ләззатты демі одан кейін 11 бал болып біттік қой біз.
класста бізге ләззат тілеповна деп именной қылып осы 10 жылдықтан естелік деп сіздерге құлшым айтып кез келген мейрамда осындай сыйға алмайсыздар, кез келген адам туған күнге мейрамға келе алмайды, соған именной естеліктерден қалап деген сіздің. Ал класстастар қайда? Класстастар қайу? Опмай, мыналарын қайтет. Опмай, мыналарын қайтет. Опмай, мыналарын қайтет. Әзірленген биле, сөзіңе мән берме, ренжіме біздерге. Класстастар биле, қуанышты күнде, әннің сөзіне тиме. Чип, Магдалена қайда? Кейбір жігіт аспанға қарап жұлдыз санай ма? Менімен биле дейді, бұл дискотека дейді, денеңді боста дейді, еңсемен оста дейді. Ал 79-дар қайда? Опмай, мыналарын қайтет. Опмай, мыналарын қайтет. Шығып кетсін. Балдар, өздерің қай жылғы боласыңдар?